Баршаңызға сәлем. Қыздар, бүгін сіздермен бірге мынадай браслетті тоқитын боламыз. Қолда әдемі тұрады, нәзік өте. Осы браслетті тоқитын боламыз. Карабин қыстыратын жерін, колечкасын осындай жасайтын боламыз. Өте нәзік. Қолда өте әдемі тұрады. Маған тек карабинін қыстыру ғана қалды. Ал бізге бұл үшін не қажет болады? Бізге бұл үшін бисеріміз қажет болады, стеклярусымыз қажет болады, және жібіміз қажет болады. Видеоны бастамас үшін бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып, және видеома лайк басып кетуді де ұмытпаңыздар. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Жібімізге 2 стеклярусымызды өткізіп алатын боламыз. 1, 2, міне. Дәл осылай 2 стеклярусымызды өткізіп аламыз. Жібіміздің ұшына дейін алып келеміз. 15-20 см қалдырамыз әдеттегідей. Біріншісінен қайта өтетін боламыз. Екіншісінен өтеміз енді. Осы жерде міне. Осы жерде 3-ші стеклярусымызды аламыз. Кері қарай өтеміз. Жібіміз төменде, жоғарыдан төмен қарай өтетін боламыз. Жібіміз ортасында, енді осы шеткі стеклярустан тағы өтетін боламыз. Келесі стеклярусымызды аламыз. Бұны енді ең бірінші стеклярусымыздан өтетін боламыз. Жібіміз 3-шіде, біз ең біріншіден өтетін боламыз. Жоғарыдан осылай түсу керек. Біз енді инемізге бисерімізді қосатын боламыз. Ой Алла. 1, 2, 3. 3 бисерімізді алып, міне бірінші стекляруста тұр, біз 3-тен өтетін боламыз. 3-шісінен өтеміз. Мынау жоғарыдағы көлденеңнен жатырған стеклярустан өтеміз. Енді біз осы жағын өсіретін боламыз. Екіншісін аламыз. Жібіміз жоғарыда, төменнен жоғары қарай өтетін боламыз. Екіншіден өтеміз. Тағы біреуін қосамыз. Тағы да 3 болды. Тағы 3 бисерімізді аламыз. 3 бисерімізді аламыз. Тағы да ең бірінші стеклярусымыздан өтеміз. Осы жерде 1 стеклярусымызды қосып кетеміз тағы. Енді 3 бисерімізден екінші рет өтетін боламыз инемен. Біріншіден өтеміз. Ыңғайландырып ұстап аласыздар қолдарыңызға. Осы жерде міне қайтадан стеклярустан өтеміз. Екіншісін қосамыз. Мына жерден өтіп аламыз екіншісіне.
Үшіншісін қосамыз. Үшіншіден өтеміз. Стеклярус аламыз, қосамыз. Бірінші стеклярусымыздан өтеміз. Үш бисер аламыз. Кезегінен шатаспасаңыздар болды. Оп-оңай тоқылады. Міне. Енді мына жағынан өтеміз. Енді осы жақтан өсіретін боламыз. Тағы стеклярус қосамыз. Екіншісінен өтеміз. Үшінші стеклярусымызды қосамыз мұны. Үшіншіден өтеміз. Осы жерде бисерімізді қосып кетеміз. Енді стеклярус аламыз. Біріншіден өтеміз. Үш бисерімізден өтеміз. Бірінші стеклярустан өтеміз. Енді мынау жанындағы стеклярусқа өтеміз. Осы жақтан бастап өсіретін боламыз енді. Тағы стеклярус. Екіншісін қосып жатырмыз. Мына. Екіден өтеміз. Үшіншісін қосамыз. Үшіншіден өтеміз. Енді стеклярусты көлденеңнен қосып кетеміз осы жерде. Біреуісінде стеклярус қосып барып бисер аламыз, екіншісінде бисерімізді бірінші қосып аламыз, одан кейін барып стеклярусты қосатын боламыз. Міне. Енді 1, 2, 3 бисерімізді қосамыз. Осы екеуін шатаспасаңыздар болды. Барлығы оңай тоқылады. Осы жерде қайтадан өтеміз. Міне қыздар, дәл осылай өзімізге керекті ұзындықты тоқып алатын боламыз.